Иә, мырза. Дұрыс, жақынырақ кел. Ей, ой! Икстің не көріп тұрғанын көрсетші. Бейне анықталуда. Сен оны дұрыс жасағаныңа сенімсің бе? Ол тұзақ, жақындаушы болма. Сол керек. Біз отбасыңмен достарыңды қорғауға уәде бердік. Бірақ сен маған дос емессің, солай ма? Сен менің досым болмасаң, мен неге сені қорғауым керек? Мынасы несі? Ей! Икс! Икс! Бұған мен кінәлімін. Теріс, жүктелу аяқталды. Кілтті салып қайта жүкте. Сен мені бір сапта аяқысты қозғалтқыш майын ала салып, әңгімеге кіріседі екен деп қалдың ба? Солай ма? Роботтар көзделді. Құртуға дайынмын. Аяушылық жоқ екен өзіңде. Бұл неғып кептеліп қалды. Кірді-ау әйтеуір. Аздаған кідірістен кейін қайта жүктеледі. Аздаған кідіріс пе? Жоқ, жақындама. Күш көрсету дұрыс емес. Бойыңда ашуызда кердеп тұрған сезем. Ештеңе айтқым келмейді. Робот Икс, екінші деңгейге өткізілу. Протонды зарядтағыш. Сауыт сайман жаңартылды. Неткен көзқарас? Жасыл қуатты соққы. Шеберге қауіп төніп тұр. Тапсырманың маңыздылығы. Шеберді құтқару. Қайда кетіп қалған? Шебер құтқарылды. Не? Тоқта, сенің зәрең ұшып кетті ме? Сен пайдасыз темір терсексің. Дилан, радио неге өшіп тұр? Шаруаны тындырдың ба? Иә, мырза. Иә, әрине, мырза. Шаруаны тындырдым. Құрып кеткір. Сенің кіргеніңді байқамай қалыппын. Көңілсізсің ғой. Бір қиындыққа тап болған сияқтысың. Онда сенің шаруаң болмасын. Мен кінәлі емеспін. Сен ешқашан кінәлі болған емессің. Барлақтырғаның осы ма? Қазір. Жаман емес. Осылай лақтыру керек. Доғар! Мынау іске жарап қалар. Бақылаудан шығып кеткен көліктер санының өсуіне байланысты билік өкілдері өздігінен басқарылатын көліктердің бір қатарына шек қоймақшы. Алайда халыққа бір жолы. Неге мен?
Айтқанды істе. Алайда, егер ағып кетсеші, көшеге жайылады ғой. Естен кетпес оқиға болады. Ондайды көрген жұрттың назары міндетті түрде жол қауіпсіздігінде болады. Иә, ол жақсы ғой, алайда жеркеншек болсаң көзіңе балмұздақ таситын көлікті елестет. Мақұл, жақсы, балмұздақ. Тәп-тәтті шоколадты балмұздақ. Иә, шынын айтсам таң қалып тұрмын. Дәл әкең жасағандай болып шығыпты. Иә, Иксте қол ұшын берді. Апам көлігін кішкентай балақай жөндеді деп ойламас. Әкемнің ол кітапты қалай жазғаны есіңде ме? Манадан бері қайда жүрдің? Бүкіл жұмысты байғұс Райан бір өзі істеді. Оған менің көмегімнің қажеті шамал сияқты. Мен азық түлік алуға барып қайттым. Жиһаздың қуысынан тауып алған ақшаны не болса соған жұмсағанша пайдалы іс істесең қайтер еді? Әкем олай етуіңе жол бермесе. Не? Мен де істеп жүрмін ғой. Аузыңның қимылдағанын айтып тұрсың ба? Басты нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Әкеміздің жоғалғанына 2 апта болды. Және оны өзіміз табамыз деп өзің айттың. Иә. Көлік жөндегеніңнің әкемізді табуға көмегі тие ме? Сен түк те түсінбедің. Әкем көліктерді тексере келе бір шикіліктің барын аңғарған сияқты. Түсінесің бе? Оның тапқан нәрсесі Долидің көлігінен де табылуы мүмкін. Қалай ұқпайсың? Бұл менің де өз болжамым бар. Басындағы әкемнің қалпағы емес пе? Өзіңді ерекше ақылдымын деп тұрсың ба? Жоқ әлде ересектің рөлін сомдамақшысың ғой, иә? Дереу сөзіңді қайтарып ал. Ешқашан. Тоқтаңдар, сабыр етіңдер, балалар. Одан да аздап үзіліс жариялап, теледидарда не болып жатқанын көрейікші. Соңғы жаңалықта бағдарламаны үзіп шұғыл жаңалықпен хабардар етпекпіз. Үлкен жүк көлігі 7-ші авенюдің бойымен теңселіп кетіп барады. Бізге жеткен мәліметтерге сәйкес ол кәріз қалдықтарын жинайтын көлікке Мен сөйлеп отырмын. Жоғардағылар мына көліктердің жағдайына неге көңіл бөлмейді? Енді кәріз суын жинайтын көлік бақылаудан шығып кетті ме? Сұмдық-ай, алдыңғы дөңгелек шығып кетер ме екен? Райан, Ал іске кірісіңдер үйдің басшылары. Егер әкелерің табылып жатса хабарласыңдар. сен бар. Сенің ел жұрттың көзіне түскің келеді ғой. Қане екеуіңде доғарыңдар енді. Сендердің ойларың ана көліктен де сасық болғаны ма? Осындай көмекке зәрін кезде әлгі роботтар қайда жүр? Олар не көмекке келмей? Бұл осыдан аяқталған жоқ. Келмей ме? Рахмет. Балмұздақ таситын көлік. Тек балмұздақ таситын көлік. Оған өте жақын жүрмейік. Сен менің бастығым емессің. Уай, тезірек жүр. Немене? Байқа! Не болып жатыр өзі? Көзіңе қарасаңшы. Қап, алдыңғы әйнектің бәрін бүлдірді. Балмұздақ тойла, Дилак. Өздеріңіз көріп отырғандай бақылаудан шыққан көліктің өзінде бәрі де зардап шегуде. Көліктен аққан кәріз қалдықтары жан-жаққа шашырап, айнала... Тұра тұрыңыздар!